Сәлем достар! Кореяда қай дүкенге кірсеңіздер де тәбетіңізді ашып, дәп-дәмді болып тұратын кәрістердің ең сүйікті тағам түрі сэндвичті дайындайтын боламыз. Бұл сэндвичке әрбір үйде табылатын қарапайым көкөністер қажет. Сэндвичті өзіңізбен сабаққа да, жұмысқа да жасап алып барсаңыз, түскі асыңыз өте дәмді болмақ. Көкөністерді жуып, тазалап, осылай аршып алғаннан кейін, біздің сэндвич жасайтын нанымыздың көлеміне сәйкес осы жапырақтарды кесіп аламыз. Одан кейін келесі көкөністерді жіп-жіңішке етіп, видеодағыдай турап дайындап аламыз. Сэндвич құрғақ болып қалмас үшін біз соус жасаймыз. Соусқа майонез және мустард соусын қосамыз. Егер де сіздерде мустард болмаса, онда тек майонезбен қолдансаңыздар болады. Екеуін бірдей көлемде қосып, жақсылап араласып алған кезде осындай соус шығады. Келесі қадам, біз қайнатылған жұмыртқаны жақсылап осылай видеодағыдай езіп, үстіне тұз қосып, одан кейін майонез қосқаннан кейін осы видеодағыдай құрам болу керек. Сол құрамды дайындап алғаннан кейін біз келесі қадамға көшеміз. Бұл видеода мен сіздерге 3 түрлі сэндвичтің дайындалуын көрсеткім келеді. Бірінші ол жұмыртқамен және көкөністермен, келесісі консервті тунецпен және көкөністермен, ал ең үшіншісі ол жұмыртқа және краб таяқшалармен жасалынған. Бірінші сэндвичімізді жасауға кірісейік. Бірінші нан, одан кейін үстіне орам жапырақ, келесі қадам бізде пиязды орналастырамыз, одан кейін қызанақ, одан кейін қиярды, содан кейін біздің болгар бұрыштарымызды қойғаннан кейін келесі нанның үстіне де соус жағып, оны нанды орналастырамыз. Одан кейін оның үстіне біз жаңағы алдын ала дайындап алған жұмыртқалы құрамымызды қосамыз. Осының үстіне тағы да бір жаңағы салат жапырақтарын қойғаннан кейін үшінші нанымызды қойып, біздің сэндвичіміз 80%-ға дайын. Енді үстіне осы сэндвичтің ең түрін әдемі ететін, ол осылай негізі сэндвичтің сыртына орайтын арнайы қағаздар болады, бірақ менде үйде болмағандықтан мен фольганы қолдандым. Сіздер де скотч жабысатын кез келген қағазды қолдансаңыздар болады. Бірден айтайын, пергамент қағаздарына скотч жабыспайды екен. Видеодағыдай осылай орап, скотчты жабыстырып алғаннан кейін, яғни сіздер осыны орап жатқан кезде кішкене қысып орау керексіздер, себебі ішіндегі, бірақ фольга жыртылып кететіндей қатты қыспаңыздар. Сэндвичтің ішіндегі заттары шашылып кетпес үшін осылай қысырып орап, одан кейін кескен кезде өте әдемі сэндвич дайын болады. Екінші, консервті тунецпен жасалатын сэндвичімізді жасауға кірісейік. Бұл сэндвичті бірінші сэндвич жасағандағыдай тура солай қайталайсыздар. Яғни бірінші қабаттан соус пен нан, үстіне орам жапырақ, қызанақ, қияр, пияз және де сәбіз, болгар бұрыштарын қосып алғаннан кейін
үстіне соус жасалған нанымызды қоямыз. Одан кейін консервті тунец, сіздерде консервті қандай балық бар, соны пайдалансаңыздар да болады. Одан кейін негізімен консервті тунецтің арасына майонез араластырып алдым, сол кезде дәмдірек болады. Одан кейін салат жапырағын қойғаннан кейін үстіне соус жағылған нанды қосқаннан кейін осылай фольгамен орап сэндвичімізді кесіп көреміз. Үшінші сэндвичті жасау үшін бірінші біз жаңа нанның қатты шеттерін кесіп аламыз. Одан кейін біз соус жағылған нанның үстіне жұмыртқалы қоспамызды қосамыз. Одан кейін келесі нанға біз құлпынай вареньесін қосамыз. Жалпы бұл тоспаны қосу сіздерге кішкене таңғалуларыңыз мүмкін, бірақ кәрістер осылай сэндвичке тәтті дәмді тоспаны қосқанды жақсы көреді. Бірақ егер бұл ұнамаса қоспай қойсаңыздар болады. Үстіне краб таяқшаларын қосқаннан кейін нанмен жауып осылай сэндвичіміз дайын. Егер видеом ұнаса, сіздерден лайк және комментариялар күтемін. Каналыма тіркеліп қойыңыздар, себебі каналымда Кореяға қатысты өте көп пайдалы ақпараттар бар. Соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.